Қазіргі таңда жұмысымыздың көп бөлігін компьютердің көмегімен атқаруға тура келеді. Ал оның көзімізге, жалпы денсаулығымызға зиянды тұстарын айтпай-ақ білесіздер. Сондықтан мамандар көзімізді қорғау үшін сәбіз шырынын ішуге кеңес береді. Оның құрамындағы пайдалы элементтер қан айналымды қалыпқа келтіруге көмектеседі. Сонымен қатар жүрек қан тамыр аурулары, бүйрек, бауыр ауруларына шалдыққан кезде өте пайдалы. Дәрумен мен минералға бай және дененің күнделікті қажеттілігін қамтамасыз етуде көмекші болады. Оны асқазан шөбінің қышқылдығын төмендету үшін де тұтынады. Сондықтан осы пайдалы шырынды мен сіздерге қалай жасайтынын көрсететін боламын. Алдымен сәбізді сыртын ашып, жуып осындай кескіндей бөлеміз. Содан кейін шырынтатқышқа салып, сәбіз шырынын аламыз. Достар, біздің сәбіз шырынымыз дайын болды. Өте керемет. Дәмі өте керемет екен. Денемізге көп жағынан пайдалы болған сәбіздің және сәбіз шырынының ең маңызды 10 пайдасы. Бірінші, бауыр функцияларының қорғанысы және ас қорыту жүйесінде өте әсерлі. Екінші, дәруменімен қатерлі ісік ауруының алдын алады. Үшінші, қартаюмен байланысты шығаратын ауру, сыздаулар сәбіз шырынын ішу арқылы азайтылуы мүмкін. Сәбіз шырыны күшті антиоксидант, бета-каротиннен бай болғандықтан жасуша дегенерациясын алдын алады. Біраз лимон және зәйтүн майы қосылып дайындалған сәбіз салат немесе сәбіз шырыны зейінді ашады, ойлау қабілетін дамытып, үйренуді жылдаматады. Сәбіз және сәбіз шырынының калориясы аз болса да, қарынды тойдырады. Арықтауда және салмақты сақтауда жақсы әсер етеді. Күніне 1-2 дана кішкене сәбіздің желінуі немесе шырынның ішілуі қарынды тоқ ұстайды. Достар, егер де осы видео сіздерге ұнаса, міндетті түрде каналға жазылып, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Сіздермен бірге болған мен Дума.